Саламатсыздар, Шымкент қаласының тұрғындары. Бүгін 6 мамыр 2024 жыл. Біз қазір бұрынғы Абай районы, қазіргі Тұран жаңа районының Гагарин көшесінің тұрғындарымен арыз шағым тыңдауға келіп отырмыз. Мен осы Гагарин көшесінің бойында орналасқан 140 үйдің тұрғылықты несімін. Біздің арыз шағымыз біздің үйіміздің артынан заңсыз құрылыс жүріп жатыр. Біз оған қарсымыз. Себебі заң бойынша да айтылған 4 этажды үйдің артынан 20 метрге ешеге салынбау керек. Неге ол заңдылық бұзылады? Біріншіден, екіншіден мынау теплотрасса бұрын жылу жүйесі, жылу құбыры 20 метрден өткен, мен жерден өткен 20 метрден. Қазір оны жаңа қылмыстық топ, әкімшіліктен бастап қылмыстық топ құрылған, олар заңсыз біздің қабырғамызға 3 метр жерге тағап қойды трубаны. Ол центральный трасса, оны 3 метр жерге жақындатуға ешқандай теплотрасса ешқандай неге жатпайды ол. Солардың бәрін қалпына келтіріп, мына халықтың мұқтажын тыңдап, біздің арыз шағымызды қанағаттандырсын деп ойлаймыз. Бізге бұл жерге аллея сап берсін, демалатын бір мезгіл. Мына қазір салып жатыр, бұл не болатынын да білмейміз. Фундамент құрылып қойды, біз осыған наразымыз. Осыған арыз шағым жазғанбыз, Құда қаласа сотта қаралады. Қалай шешім шығатынын тағы да білмеймін. Қазір енді қалталының заманы болды енді. Қандай құзырлы органдарға жүгіндіңіздер? Біз Астанаға да жүгіндік. Одан да жауап болмады. Облыс. Астанаға кімге? Кімге, неге земельный комитетке не қылдық? Министрлікке, иә. Президент әкімшілігіне жаздық, одан жауап болмады. Жергілікті әкімшілік не деп жатыр? Жергілікті әкімшілікті қалалық әкімшілікке жазғанбыз. Олардан ешқандай жауап жоқ. Тол бірі-бірін сілтейді, біз футбольный доп сияқты. Ар тебеді, бер тебеді. Сосын адвокат жалдап, қазір енді адвокатымыз жұмыс істеп жатыр. Құда қаласа осы айдың ортасында адвокат жалдап қойдыңыздар ма? Адвокат жалдадық. Енді басқа шарамыз қалмады. Біз қарапайым барған адамдарды ешқандай тыңдамайды. Футбольный мяч шықса бір тебе салады, сонымен кетеміз. Біз шаршадық әбден. Біздің неміз осы домымыз полигон болды. Семей полигонын жолда қалып кетеді. Неге олай дейсіз? Себебі жанымызда мойка салып қойған. Оның суының бәрі біздің дворға ағып жатыр. Ол жерде балдар ойнайды, басқа ойнайды. Туалет, далаға туалет құрып қойған. Оның иісінен біз сасық иісінен біз демаламаймыз. Терезеден ашамаймыз. Айтатын мәселеміз осы, біздің мәселемізді, осы жерімізді өзімізге тиесілі заң бойынша осы тиым салсын, заңсыз құрылысқа тиым салып, бізге халыққа өзінің игілігіне берсін деп ойлаймыз. Бізге аллея сап берсін, бір мезгіл демалатын, басқа қылатын, балдарымыз жүретін. Шаршадық біз өзі. На жер дауы, жесір дауы біздің қазақтың, біздің жалпы осы біздің қазақстандықтардың өзекті, үнемі мәселеден, проблемадан түспейтін бір мәселе болды бұл жер мәселесі деген. Аядай жер болса, жергілікті әкімшілік әйтеуір жеке кәсіпкерлермен саудаласуға, тырнақшаның ішінде соны бір үлкен бір бизнеске айналдырып алған сияқты көрінеді, былайша айтқанда. Мына бір жер, мына бір гараж не үшін тұрғанын, қазір мысалға не үшін салып қойғанын жергілікті тұрғындар түсінбеуде. Мұнда тағы да фундамент құйып тастаған шағын жер, және мынау пожарный, егер қандай да бір мысалға мына бір терезелердің біреуінен өрт шыққан жағдайда қалай шешіледі, пожарный қалай кіреді, соны да уайымдайды бұл кісілер. Теплотрассаны ар жаққа қарай жылжытып тастаған екен. Бұл алдын мына жерде болған, кейін жаңағы үйге жақын, шақ метр жерде тақап жасап қойған. Жергілікті әкімшілік енді осыған назар аударады деп ойлаймыз. Халықты шулата бермей, халықпен бірге жұмыс істеп, еститін үкіметке айналайық. Назарларыңызға рахмет. Бақытжан Көпбаев, ақпараттық агенттігі, Бағила Райымбек.